Бұл жерде ер адам ғана тұрамыз азыр. Әйел адамның өзі келетін әйелдерім жоқ азырше. Шанамен жүрсіз бе не? Моторы қалай, май жемей ма бұл? Май да жейді, шай да ішеді. Өзім жайып, өзіміз істейміз, бұл жерде әйел кісілер істемейді. Көрдіңіздер ме, бірінші ер азаматтар кіріп жатыр. Қыз жоқ. Қызға былай талас десем де болады. Бастарыңыздан орамал тастамайсыздар ма? Сізде неге орамал жоқ? Көңіл мінетіндер, міне, мықты өмір сүреді деген сөз. Аспазымызға рахмет. Шаруалардың аяқ киіміне ұқсамайды деймін. Тап-таза. Қазақшаның бірінші әрмәлі болмеген. Терезені түсіріп жүріңізші, терезені. Түспейді ғой, ұрышқасы істемейді ғой. Қазақтар қазір өзбек қызына батыр енді. Ассалаумағалейкум жолаушыларым, қалдарыңыз қалай? Көріспегелі көп бопты, иә? Сіздердің әрқайсыңызды сағынып қалдым. Мен Өзбекстандамын, Бостандық ауданы, Айдаралы ауылы, айнала жап-жасыл, бірақ қазір ақпан айы. Қар қайда, боран қайда? Бұл жақта жаздың иісі шығып тұр. Бүгін сіздер Өзбекстандағы қазақтардың қалай той өткізетінін көресіздер, және қыстақтағы өмірмен танысасыздар. Өте қызық, өйткені қазір мал төлдету маусымы. Ендеше арнаға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліңіз, лайк басыңыз. Кеттік. Ресми дерек бойынша Өзбекстанда 900 мыңнан аса қазақ бар. Ал ел аузындағы ақпаратқа сүйенсек, қандастарымыздың саны 1,5 миллионнан асады. Олар Қарақалпақстанда, Ташкент, Науаи, Сырдария, Жизақ, Бұхара облыстарында тұрады. Бүгін біз барған Ташкент облысының өзінде 500 миллионға жуық қазақ өмір сүреді. Мұнда әр ауылда қазақ мектебі, қазақ балабақшасы бар. Қиырдағы қандастарымыз негізінен мал және жер шаруашылығымен айналысады. Көлігіңіз туралы таныстыра кетсеңіз. Мен көлігім ескірді, бұл 95 жылғы. Бұның жасында азыр жасап атқандар бар, жасамай атқандар да бар. 30 жасқа толды, Құдай қаласа. Өзіңіздің ініңіз. Інім. Жыламай ма, ақша берші деп көлік? Енді көлік болған екен, жылайды ғой, енді жыламаса көлік болмайды ғой. Бірақ сол еркелігін Көтереміз, қайтеміз енді. Маған өзі Волга жағады негізінде. Үлкен, жақсы машинада, кең, іші де кең, өзі де кең. Жүрулері жақсы. Моторы қалай, май жемей ма бұл? Бұл енді май да жейді, шай да ішеді. Қойса. Терезені түсіріп жүріңізші, терезені. Түспейді ғой, ұрышқасы істемейді ғой. Кәсібіміз самса жау, кебөшерден нан алады, самса алады, шашлик жейді кешқұрымдары. Қазақша әнді қосып қоямыз, со. Қазақ ауыл ғой, қазақ ауыл болған екен, қазақша өлең естіп. Көшті самсамыз 8 мың сомнан. Картошкалы самсамыз 5 мың сомнан, сондай. Өзім жайып, өзіміз істейміз, бұл жерде әйел кісілер істемейді. Қамырға маргарин қосамыз, тұз қосылады, ертпе дейді бізде. Содан қосамыз жаңа тоңмайшы. Қамыр қатты болады, содан әйелдер бұны жаямайды. Бүгін тауға кетіп баратырмыз. Құдай қаласа төлдер басталды, қойдың сақманы дейді бізде. Сол сақманға жол алдық. Қойшы балдарымыз бар, ол жақта қойшыларға көмектесеміз. Солармен бірге 1 ай сол жерде қызметте боламыз. Қойлар төлдеп болғанша. Мақсұт Мырза атпен қыстаққа жетіп алсын. Оған дейін мына жақта жақсы бір той болып жатыр екен. Мен сіздерді сонда алып барайын. Көрдіңіздер ме, бірінші ер азаматтар кіріп жатыр. Одан кейін міне әжелер ақ жаулықты қандай әдемі, мінекей ақ жаулығын тағып. Әже деген атқа лайық болып тұр ғой. Қазақтар қазір өзбек қызына батыр енді. Неге десеңіз, қазір біздің Өзбекстанда да қыз тапшыл болып кетті. Қазақ қыздары азайып кеткен соң, бізде Вади деген жақ бар, Өзбекстан болған екен, Вади деген жерден өзбек қыздарына батыр. Өзбектермен құда-құдағи жекжат болып батыр. Қыз жоқ. Қызға былай талас десем де болады. Барады, қыздарда не дейді? Қазір өз сүйгеніне тиіп отыр, баяғыда біздің кезімізде ата бабаларымыз мынаған тиесің десе тие берген ғой. Қазір бізде ондай жоқ.
сүрістіріп, үйі қандай, жайы қандай, несі бар, несі жоқ, сондай болып кеткенбіз. Қалың мал қанша? Қалың мал 20 миллион сом. Ой, қандай әдемі міне. Бастарыңыздан орамал тастамайсыздар ма? Сізде неге орамал жоқ? Мен қызбын ғой бұл жерге. Қыздар орамал тартпай төркінге келгенде. Содан бұл жеңгелер, құдағилар болады. Бұлардың басындарында орамалдары бар. Бұлар келін, мен қызбын. Тандыр самсаның ба? Иә. Не үшін алғашқы асқа қояды бұны? Не үшін қояды? Не үшін қояды? Не үшін қояды? Бағын әкеле береді ғой, жайлап. Тандыр самсаны жегенде бүйтіп шайқап жейді екен, е? Не үшін оны шайқайды? Ішінде құйрығы болады. Иә. Соны шамал суытып, кейін жейді. Суыту үшін ба? Ізеті мол келіп қажыға ердің келіндері, бағаладың баршаға қадіріңді дегені Жүсіп атам. Мысалы, мен өзім келінім бар, қатал емеспін. Себебі менің қайненем марқұм, бізге қатал болмаған. Мен қайненем жолын ұстап, келініме мүлдем қатал болған жоқпын. Таңертең күн суық болса 9-дарда тұрады, күн жыл болса өзі үшін жаздарда. Ерте таң атады ғой, 5:30-6-да тұрады. Атақ қаталдық жоқ. Өзбекстанда тұрсақ та қазақ дәстүрімізді әлі жоғалтпағанбыз. Басымызда орамал, үстімізде сол ұзын көйлек. Жақсы келін, жақсы күйеу болсын. Өздеріңіз байқаған боларсыздар, мұнда официант деген көп болмайды. Әйелдерге әйелдер, ерлерге ерлер қызмет көрсетеді, және олар бөлек отырады. Әйелдердің жаулығына қарап, олардың лауазымын анықтайсың. Ақ жаулықты әжелер, реңі ашық орамалды жеңгелер, түрлі түсті жаулықты келіншектер орайды. Ал осы әулеттің қыздарын қалай табуды білесіздер. Сонымен, құдалықтан шығып, біз ауыл үйлерін араладық. Аллахқа шүкір, газымыз да бар, светіміз де бар, суымыз да бар, ағып тұрған сарқылама суларымыз да бар. Ауылымызда бір бетке ұстар үйлердің бірі бұлда. Еребай ағамыз шаңырағы. Кішкентай бөлмесі, онша қонақтар келген кезде жата береді. Потолоктарын осындай қояды. Натыжной потолок, бәрінде осындай. Стеналар обой. Бір жағында жұбайлар жатады, екінші жағында бала-шаға, қонақтар осы жақта түнейді. Жылы едендер төселген, камераларға көзім түсіп отыр. Бақыланады сырттан. Және кіреберісте талдар ек қойған, газондар төсеп қойған. Енді өте әдемі. Бұл үйдің жалпы аумағы 420 шаршы метр, құны 1,5 миллиард сом. Қой бағып, мал бағып жүрген шаруаларды көрсетем ғой. Сіздер сол кезде ойлайсыздар, мынау бейнеттеніп не істеп жүр, не үшін бұлай жүреді деп. Міне, осындай өмір сүру үшін, осындай үйде тұру үшін солай еңбектенеді. Бізде Қазақстанда кобальт мініп жүргендерді менсінбейміз ғой біз. Андай ойна кобальтпен жүрі деп ше. Бірақ кобальт мінетіндер Өзбекстанда міне осындай үйде тұрады да. Сондықтан кобальт мінетіндер міне мықты өмір сүреді деген сөз. Заряд толған уже. Мына былай үзіледі. Мынау аккумуляторы заряд беретін. Былай тастаймыз. Отырамыз, кілтті қосамыз міне. Кілтті қосқаннан кейін мынаусын бұраймыз, болды өз жүре береді. Көк-көктің керегі жоқ. Бензиннің бізге. Малдардың қиын шығарсаң керек, жаңа бірдеңе әкелсең керек, шағалам әкеле бересің, тасам әкеле бересің, өзіне жараса. 1 тоннаға шейін жүк алады. Мықты жасалған. Қанша жетеді мынау? Тоқ бұл 70 километрге жетеді. Сіздің машинаңызда тоқпен жүре ма деймін? Менің газде жүреді. Көліңіз оталдырып жүрінші? Адамдар көретін болды. О, міне. Сіздің кілтсіз жүреді екен сіздің машина. Кілті нұрлап кетсе де қорқпайсың. Жоқ, кілті қалтамда. Қойып. Міне. Жоқ, қалтамасақ қойып кетті. Қуырдақ кафеміз номер 1. Бұл жерде тамақтарымыздың бәрі бар. Бешбармақ, нарын, қуырдақ, дымдама, лағман, 12 түрлі тамағымыз бар вообще. Шашликтеріміз, балық, қауық, қима, жаз, бәрі бар. Ішкері кіреміз, қош кепсін. Тефлипол десем айтсам күлгің келеді, бәрі тефлиполмен бізде. Астында аяғында тефлиполмен бәрі. Бауырларымыз мені қонақ қылып жатыр, дастарханға күтіп жатыр. Енді өмірімде бірінші рет қазір балықтан жасалған кәуаптың дәмін көрейін деп тұрмын. Бұл енді сон деген балық екен.
Бірінші рет естіп тұрмын атын. Керемет, керемет. Балықты да шашлыққа айналдырады екенсіздер, Иә, иә. Коммуналдық шығындар сол алдын сәл жеңілдеу болған, енді сәл білмейміз, сол 1 миллиондар төгерек шығар, 500 мың 1 миллиондық сондай төленетін шығар. Барлығы, иә? Барлығы, газ, су, свет барлығы, жарықтық барлығы. Үзілістер, газ, свет, үзіліс деген нәрсе жоқ бұл жерде. Өзбекстан бір Алланың назары түскен жерде жасаймыз. Өзбекстан бостандық зор жер негізі. Руың қандай? Құмырсқа. Құмырсқа, иә? Жер адамыңды білесің бе? Иә, білем. Ал айтпыш. Арсен, Мейірбек, Амангелді, Өмірзақ, Әміреқұл, Момынқұл, Төле, Қосақ, Жиенбай. Осы дәрежеге жеткенде біз енді жас баламыз машинада алып жүріп, жаңа өтіп жүріп, бір жерлерде есіне қалса керек қой. Осы жерде менің бейнет қылып, бір адам малым бақтырып, айлығымды бермей қойған деп сол жерде айтып өтер еді. Бір ешкімді алып қойған деген сияқты. Әркімнің несібесі өз-өзінде екен да. Бейнет алал болса, барлық нәрсеге жетсе берер екен. Атам сол шаруаның арқасынан елге танылып, осы барлығымызға жағдайымыз жаратып кетті. Міне достар, біз ертең таңертең қияққа қарай шығуымыз керек. Ол жақта шаруашылық бар, соны түсіруіміз керек. Мәкем бізге өзінің көлігін беріп жатыр, бірақ жанармай жоқ та ол жерде. Енді қазір жанармай бекеттері жабылып қалыпты. Көмекке тағы да жігіттер келді. Өздерінің газын бізге өткізіп жатыр ғой мына жақтан. Жолда қалған кезде бір-бірімізден газ көмек қылып жатырмыз. Ана машинадан мына машинаға өтіп жатыр. Жетіп алдым амалы. Амай тұрайын, сақалдап алып келе. Бұл жерге ноябрьдің ақырында, ноябрьдің ішінде келеміз ғой, бір қар түскенде. Одан осы апрельдің басында көшіп кетеміз бұл жерден. Бұл жерде ер адам ғана тұрамыз азыр. Әйел адамның өзі келетін әйелдерім жоқ азырше. Иә, қазірше ер адамдар. Тамақты кім пісіреді, кірді кім жуады? Тамақты аспазымыз бар, Ербол деген. Ол сыртта енді келеді ол. Ол универсал енді. Жылқыны да қарайды, қара малы да бар, оны қарайды. Тамақ істейді сол енді әзір. Біздің аспазымыз сол. Мына біздің аспазымыз міне Ербол деген кісі ол. Поварымызды. Жаңағы тұрлап қойып. Дымдамас деп қойырады. Сен повар болғанда жұмысты қатырады екенсіз, міне ортаға. Кішкене ештеңе жоқ уақытта келіп қалдыңыз енді. Соны айтам. Сіздің жұмысыңыз рахат екен. Аспазымызға рахмет. Сен келетін білгенімізді бұл қазанға ет сап қояды, білмей қалдық бұл. Енді шаруалардың аяқ киіміне ұқсамайды деймін. Тап-таза. Тап-таза жуып керек. Жуып қойдыңыздар ма? Жуып қойдыңыздар ма? Жуып қойылған. Мұсылмансыз ба? Русский. İslam, әлде христиан? Мұсылман, христиан, хаммасы бітті Құданың баласы. Дұрыс айтады. Бұның не обязательно мұсылман, яки басқа нәрсе болып тұр. Құда бұнға қарамайды. Қазақстанның бірінші армияда көрген мен. Егіз бі жалғын, егіз бі демді мұна біреу, Қойлардың өзіне де өмір қатал екен. Қараңыздаршы, мына науаға және жем салдық қой. Сол науаға бірінші болып жеткен қойлар көбірек тамақтанады, соңғылары
енді аз жейді. Сондықтан бұларда да бәсекелестік. Көрдіңіздер қалай жамырап шығып жатқан. Өмір бәріне үйретеді. Олар сол баласын қарамайтындар да бұлардың бәрі. Балаларын қарамай қойғандар. Иә, балаларын қарамай қойғандар бұлар. Осындай камераға бөліп тастап қоямыз. Егіз туғандарын тастап қоямыз кейін бір күнге. Балаларын жақсылап танып алсын деп. 2 күнде балалардың исін біліп алса, кеш шығар жеріміз. Сыртта тау бола береді көп қойдың ішінде. Мына жерде міне қойлар тұр. Бұл қойлар түрмеге тоғытылған қойлар десек те болады. Тәртібі нашар, өйткені өз балаларын қарамай қойған, немесе танымай қойған. Оларды осылай жазалайды. Жазалағанда қалай? Кішкентай камераларға сақтайды, өзінің баласына үйренісуі керек, үйреніскеннен кейін шығарады. Заң бойынша бұлар 2 тәулікке қамалды. Бұның баласы өліп қойған еді бұл. Андағы лақ па, қозы ма? Қозы ғой. Ешкінікті ше бере ма, қозы бар? Ше береді. Сүт болса болды да. Ешкі бұнда айырылмайды, әгер яқты өлген olsa. Көбі 4-5 күнде. Бұл ешкінің аты қалай? Тоқал ешкі де енді. Ат қоймайсыздар ма? Ат қоймаймыз ғой біз енді. Андрей қой қойған жоқ па? Андрей сиырлерге қояды ғой. Сиырлар да бар еді. Ей, жым тұршы. Ей, жым тұр. Жым тұр, Ей, жым тұр. Желінде оған сүті жоқ қозыма, қойман өрбелі. Тұрғымын, ей, мұналысын соршы. Ет желінеген оғын. Шанамен жүрсіз ба не? Енді барып тамақтанып шығарамыз кейін адырға, жайлауға. Осылай, қазір сағат 7:30, бірақ біздің бауырларымыз мына жақта қанша шаруаны бітіріп тастады. Уақыт жоқ рас. Уақыттың қалай өткенін сезбей қаласың. Таңғы 5-тен басталады бұл жұмыс. Міне, әлі де жалғасып жатыр. Айтпақшы, көріп жатырсыздар ма, мұндағы жігіттер шанамен жүр ғой. Бірақ айналадан қар көріп тұрған жоқпын. Қыстамыз, бірақ қазір ақпан айы ғой. Күнтізбе бойынша әлі қыс. Бір аптада бір қой тауысасыздар? Иә, бір аптада. Сізді неге полковник деп атайды? Еді өлшердің қожайымыз. Қияттың қожайымыз. Қанша жыл болды жұмыс істегенде? 10 жылдан асып кетті. 10 жылдан асып кетті. Осы жердесіз? Осы жерде істеп жатқан. Енді біз әйел адамдардың үйде істеп жатқан еңбегін кей кезде бағаламай жатамыз, кей кезде білінбей жатады. Бірақ осы жерге кеп, әйел адамның орны қандай екенін сезіп жатырмын. Қараңыздаршы, мына ер адамдар тұратын жер. Әйел адамдар болса берекелі, жылы, жайлы болып тұрады ғой. Расымен әйел адамның жоқтығы осындай да сезіледі екен.